Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің сараптама кеңесінің бас геральдист сараптамашысы, белгілі алаштанушы Ырысбек Айдынұлы. Бүгін бізге Ырысбек Айдынұлы алаш ордашы, екі бірдей жоғарғы білімі бар, заңгер, экономист, ең алғашқы алаш тақырыбында жазылған Мұрат үшін Майдан пьесасының авторы, жазушы, аудармашы. Сондай керемет бір тұлға Титақов Мұхтизар Төлеуұлы туралы бізге айтып бермекші. Ендеше Айнұр Ырысбекұлы, сөз өзіңізде. Рахмет, Майгүл қарындасым. Сендерді қош көрдік, көп болды кездеспегенімізге. Армысыңдар. Енді Мұхтизар Түңілікұлы Титақовты 2012 жылы осы Семей қаласының әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде қызмет атқарып жүргенде НКВД-ның рұқсат етілмеген және совершенно секретный деп аталады ғой. Рұқсат етілмеген бөлімінен тапқан болатынбыз бұны. Бұл пьеса жөнінде маған сонау 1990 жылы мен 2-ші курста жүргенде өзімнің ұстазым және мені алашқа баулыған Қайым Мұхамедханұлы болатын. Сол кезде біздің Семейде бір жақсы дәстүр болды. Мынау сабақтан шыққаннан кейін мына орталық саябақ дейді, бұрынғы Ленин паркі ғой. Сонда барып, кәдімгі Семейдің мына зиялы қауымы бас қосатын. Сондағы әңгіме тарих жөнінде болатын, біздің өңірден шыққан атақты адамдар жөнінде болатын. Солардың бәрінен ең жоғары тұратын бір басты тақырып болды, ол алаш еді. Алаш идеясын мына тал бесікте тербетіп дүниеге әкелген біздің Семей қаласы екеніне дау жоқ. Алаш деген көне түркі тілінде қандас, туыс, бауыр отандас деген мағына береді. Мысалы, бір кіндіктен тараған бауырларды қандас, туыс деп атайды ғой. Орда деген кіндік деген мағына береді. Сонда алаш орда деген бір кіндіктен тараған бауырлар деген мағынаны береді. Осы сөздің бәрін маған санама сіңірген сол Қайым Мұхамедханұлы болады. Сонда мына Семейдегі Алаш автономиялық республикасының мына бас штабы дейді ғой, негізгі отырған кеңсесі, олардың жаңағы әскерінің тұрағы, әскері қай жерде жаттықты, осының барлығын былайша айтқанда қолымыздан жетектеп жүріп, көрсетіп, айтып, түсіндіріп, жазып беріп кеткен. 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында Орынбор қаласында өткен 2-ші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиялық ұлттық республикасының президенті әрі премьер-министр болып тағайындалған. Ол Алаштың уставында солай жазылған. Сол съезде Алаш мемлекетінің уақытша тұрағы Семей қаласы деп белгіленген. Осыған орай 1918 жылы қаңтар айында Алаш орда ұлттық үкіметінің орталық комитеті Семейге көшіп келеді. Содан бастап бұл Семей қаласы Алаш қаласы деп аталады. Бұл ресми атау. Кейбір біздің мына әріптестеріміз Семейдің сол жағалауы ғана Алаш қаласы деп аталған деп қате айтып жүр. Ондай құжат жоқ. Мына Алаш орда үкіметінің шығыс бөлімшесі, батыс бөлімшесі деген ресми емес атаулар ғана бар. Бұл мемлекеттің ресми атауы Алаш орда ұлттық үкіметі. Ал мемлекеттің аты Алаш автономиялық ұлттық республикасы. Содан бұлар қаңтар айында осында көшіп келеді. Енді мемлекеттің бірінші тірегі әскер ғой. Содан осы біздің Семей қаласының іргесінде бұрынғы Левобережье деп аталған бір ауыл бар. Қазір Жарқын ауыл деп аталады. Сол Жарқын мен Семей қаласының тура ортасында, нақтырақ айтқанда Семейден 5 шақырым жерде Сор деген жер бар. Ол енді былай тікелей жер атауы деп айтылғанмен, бірақ ол жер ежелде мына Ертіс өзенінің бір сағасы болған сияқты үлкен кең шатқал. Әскер сол Сор деген жердің үлкен шатқалының ішінде дайындалған.
Соның осы әңгіменің бәрін бізге 92 жылы Қайым Мұхамедханұлы айта беретін. Сонда жаңағы айтып отырған орталық паркте ежелде Никольский деген шіркеу болған. Католик шіркеуі болған. Тура сол жерде мына Әлиханның Семейге келуі, оны қарсы алуы, Алаш ат әскерін Жетісу фронтына аттандырып салудың салтанатты рәсімі өткен. Міне осы рәсімге жаңағы біздің кейіпкеріміз мына Мұхтизар Титақовтың әкесі Түңілік. Кейбір құжаттарда Түлік деп қате кетіп қалған, оны қазір түзедік, Түңілік. Түңілік деген енді киіз үйдің түңілігі ғой. Сол Түңілік Титақов ұлын ертіп апарған. Неге ертіп апарған? Өйткені Түңілік Титақов Әлихан Бөкейханның хатшысы және адъютанты міндетін атқарған. Бұл кезде Мұхтизар Титақов 14 жаста. Енді 14 жаста, мысалы қыз баланында 14-інде туған айдай толықсытып ұзатады ғой. 14-інде енді бір мүшелден асқан, мынау жасөспірім жасқа өткен балаң жігіт қой. Оның солын таниды. Оның үстіне бұл өзі қадымша, жадитша білген, әкесі сондай интеллигентный ортада өсірген өзін. Ежелде біздің мына зиялы қауымның өкілдері сондай үлкен орталарға есі кірген ұлдарын, қыздарын ертіп апарып отырған. Солайша балаларын таныстырған. Сонда бұл рәсім 1918 жылы 18 маусымда өткен. Жаңағы орталық саябақта. Ол кезде енді Никольский шіркеуі деп аталды. Сол жерде мына Мұхтизар Титақов Әлихан Бөкейханды, Ахмет Байтұрсынұлын, Міржақып Дулатов, мысалы Сұлтанмахмұт Торайғыров, Шәкәрім, барлығын көзімен көрген, бәлкім тілдескен де шығар. Әйтеуір көзімен көргені анық. Сол Алаш ат әскерін Жетісу фронтына аттандыру рәсімінде Әлихан Бөкейханның айтқан бір тарихи сөзі бар. Мына Жетісу фронтында атаман Анниковтың қарамағында 10 полкың жүр дейді. Соғыста. Енді бүгін міне 4 бірдей полкыңды аттандырып салмақшысың деп айтады. Сол кездің межесімен қарағанда бір полкта 500 адам болған. 500 адам. Сонда енді 14 полкты есептеп көрсеңіздер, 7.000 адам. 7.000 адам. Қазір осыған енді біздің алаштанушы ғалымдар осы пьесаны кейбіреуі әдеби шығарма деп қабылдағанымен, бұл әдебиден гөрі тарихи шығармаға жақынырақ. Өйткені 1936 жылы Мұхтизар Титақовты Түлік Титақовтың баласы болған үшін, алашшыл, ұлтшыл болған үшін НКВД тұтқындағанда, ол кісіден жауап алу құжаттарының барлығында Мұхтизардың көрген білгені хатқа түсірілген. Бұл НКВД-ның абақтысында 2 жылдай отырған. Сол кезде жаңағы Жетісу фронтына аттандыру рәсімін, Әлиханның сөзін барлығын мына пьеса тіліне айландырып жазып шыққан. Өйткені өзінің әкесі жазушы, ақын, драматург болған. Міне қазір пьесасы табылды. Тілеуғабыл әм Дариға деген Түңілік Титақовтың Москвадан пьесасы табылып отыр. Одан кейін бірнеше өлеңдерінің жинағы табылып отыр. Ол енді қадымшамен жазылған. Қазір біз оны аудартып жатырмыз. Бұйырса енді жақында ол шығады. Сол кезде баласында енді әркімнің әкесі өзіне әулие ғой. Әкесі баулиды ғой көбінесе ұлдарын. Мысалы өзімізде де ұлдар бар. Сол әкесі баласын жаңағы драматургияға, жанрына қарай икемдеген сияқты. Ол енді өз жанында суырып салма өлең шығарған Мұхтизар. Міне қазір Москвадан оның Сарыарқа деген үлкен пьесасы табылды. Мынау Жылан жорғы деген міне мен таяуда кітабым шыққан, Жылан жорғы деп аталады. Бұйыртса таяуда презентациясын жасаймыз. Одан кейін Қазақстанның кітапханаларының бәріне түсетін болады, сіздерге де келеді. Сонда оның ақындығын дәлелдейтін сол Сарыарқа деген үлкен
поэмасы табылды. Оған қоса 117 өлеңі табылды. Бұл бәрі Москваның архивынан шыққан. Олар жәдитше жазылған екен. Көрдіңіздер ме? Бұл екі тілде де сондай сауатты болған. Қадымша және жәдитше. Сол Мұхтизар НКВД-ның абақтысында жатып, жаңағы көзімен көрген жағдайдың бәрін пьеса тіліне аударған. Айтқанда драматургия тілімен берген жаңағы тергеушіге. Соның ішінде, мысалы, мына Шәкәрімнің толғауы бар. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың атақты шығармасы Әлиханның Бөкей Семейге келуі деген ол бар. Одан кейін Әріп Тәңірбергеновтың жаңағы толғауы бар. Ол толғау мына кітаптың ішіне кірді. Сосын Шәкәрім Құдайбердіұлының батасы бар. Енді осының бәрін есте сақтау үшін, есте сақтау қабілетінің жоғары болғаны көрініп тұр ғой енді. Ол 14 жасында көрген, бәлкім одан кейін де әкесі оған әңгімелеп айтты ма, немесе бір жазбаға түсірді ме, о жағы әзірше белгісіз. Бірақ 36 жылы енді ол 32 жаста. Сонда 14 жасында көрген түйгенін, жақсы көрген білгенін, жаман ішкен жегенін айтады дейді ғой. Сол көрген білгенін бәрін драматургия тіліне аударып, айландырып, мына бізге аманаттап кетті. Енді тарихи шығарма дейтінім, ол жерде бәлкім әсірелеу, кішкене гипербола, ойдан қосу біраз элементтері енді болады, ол драматургия болғаннан кейін. Бірақ негізгі оның асыл өзегінде түгел шындық жатыр. Бұны қазір күллі алаштанушы ғалымдар оған көз жеткізіп жатыр. Сол пьесадағы берілген біраз мәліметтер тарихи дәлелденіп, қазір мына кітаптар дайындалып жатыр. Бұйыртса осы жылдың аяғында мына Мұхтизар Титақовтың қазір өмірін толықтап ретке келтіріп қалдық. Енді шығармашылығын реттеп жатырмыз, тәртіпке келтіріп. Енді табылуы табылды енді әзірше тапқанымызша. Бірақ табылмағандары қаншама? Сол табылғандардың өзін тәртіпке келтіріп реттеу ол өзі бөлек жұмыс қой. Өйткені оның ол тілде жәдитше жазылған, қадымша жазылған, сосын кириллицамен жазылғандары бар. Солардың бәрін бірімен бірін салыстырып, одан кейін оның нақты екенін тексеру керек. Өйткені мына НКВД-ның тергеушілері біздің негізгі құжаттардың көбін құртқан. Өйткені мен НКВД-ның архивында 1,5 жылдай жұмыс істедім. Сол кезде көптеген құжаттардың жаңағы көшірмесін жасаған кезде беттеріне ақ қағаз қойып көшірмесін жасаған. Сонда негізгі детальдар жоғалтылған. Енді оның өмірі мен шығармашылығы. Ал енді Мұхтизар Титақов ол өзі кім? Қай елдің ұланы? Қай жерде туды, қайда өсті? Қандай өмір сүрді? Өмірі немен аяқталды деген сұрақтар төңірегінде ой қорытатын болсақ, бұл ағамыз 1904 жылы мына қазіргі Қарағанды ғой, сол жақтағы Қарқаралы деген жерде туған. Сүйегі арғын, оның ішінде қаракесек. Бірақ өмірінің барлығы осы біздің енді әкесінің өмірі Алашпен, Әлиханмен тікелей байланысты болғаннан кейін осы Семей жақта өткен. Өмірінің соңғы жылдары мына Аягөз, кәдімгі Шығыс Қазақстан облысының Аягөз қаласында өткен. Өмірінің соңғы жылдары сол жерде 1957 жылы 53 жасында өмірден өткен. Бірақ оның енді қалай өлгені, өз ажалынан өлді ма, өлтірілді ма, ол жағы белгісіз. Себебі бұл кісінің өмірінде бір береке болмаған. Онда береке қайдан болады? Өзі 2 университетті бітірген. Мысалы, Новосибирскінің университетін бітірген, сосын кейін мынау САГУ дейді, Ташкенттегі. Осы 2 университетті бітірген. Бұның 2 мамандығы болған. Мысалы, заңгер, бірінші мамандығы заңгер, адвокат, екінші мамандығы инженер-плановик дейді. 2 мамандығы болған, қатты сауатты адам болған өз тұстастарының ішінде. Содан кейін мына Вышинский дейді, сол кездегі СССР-дің жоғары соты, соған біздің осы мына Семей өңірінде бірден бір сауатты хат жазатын адамдардың қатарында осы Мұхтизар болған. Бұл өзі 10-11 рет үйленген. Мына Күләш Байсейітова деген атақты әнші апамыз сол кісінің жары болған. Оны қазір мына Мұхтизар Титақовтың өзі бір әкеден өзін қосқанда 5 ағайынды.
Ескендір, сосын Айтбану, Қамар, Мұхтар деген бауырлары, қарындастары болған. Қазір бәрі о дүниелік болып кетті. Сол Мұхтар Титақовтың атында Аягөз қаласында үлкен көше бар. Сол Мұхтардан өзі 6 қыз, 1 ұл қалған. Сол енді 6 қыздың ішінде осы Мұхтизарменнің өмірінен көп ақпарат берген бізде Роза деген апамыз. Ол қазір 84-ке келді, Семей қаласында тұрады. Мен 2017 жылы Алаштың 100 жылдығы болғанда Астанаға ертіп апарған ол кісіні. Алаштанушылардың ортасына апарып, міне Титақовтан қалған соңғы тұяқ деп, ұрпағы деп таныстырған. Енді тікелей ұрпағы болмаса да, туған інісінің қызы ғой. Міне біз көп ақпараттарды, одан кейін өздеріңіз көріп жүрген мына интернеттен Мұхтизар Титақов десеңіз, фотосуреті шығады, әкесі жаңағы Түңілік Титақовтың фотосуреті шығады, отбасылық, шешесінің, бауырларының суреттерін барлығын осы Роза апамыздан алдық. Бұйырса осының бәрі мына Алаштың құнын қалай қайтарамыз деген 2017 жылы менің кітабым шыққан. Сол кітаптың ішіне бұның бәрі кіргізілген. Енді сол Роза апамыздың айтуына қарағанда, сол Күләш Байсейітова ол кісінің жаңағы 11 рет үйленді деп жатырмыз ғой. Сол бір некелі жары болған екен. Бірақ бұл кісі үйленіп, отау көтеріп, енді ел қатарына қосыла бастағанда, бұны НКВД-ның жансыздары, жансыздары дегенде көбінесе ауылдастар сатқан ғой енді. Бұл туралы ақпараттар, теріс ақпараттар жіберіп, ол кісі өмірінің сол 53 жасының өзінде 7-8 рет сотталған. Мына сол кездегі Магадан дейді мысалға, анау Калуга дейді мысалға, Карлак дейді, осы лагерлердің бәрінде болып шыққан. Бұл енді политзаключенный дейді, политзаключенный болса да, кәдімгі сағын сындырмақшы болған. Бірақ бұл ұрсаңыздар тартқан сымдай денелері. Бұларда яғни мына не болған? Әскери дайындық болған барлығында. Ол кейіннен міне табылды. Мына бізде Тәңірі күрес деген күрес түрі болған. Бұл анау ғұн заманынан бері келе жатыр. Атиланың әскері дүние жүзін жаулағанда осы Тәңірі күрес тәсілін меңгерген біздің аталарымыз. Мысалы бізде самбо деген күрес түрі бар. Бұл қарусыз күрес түрі деп аталады. Ал Тәңірі күрес деген қарусыз соғыс өнері деп аталады. Енді соғыс болғаннан кейін ол жерде кісі өлтіру деген бар деген сөз. Сонда мына Алаш арыстарының барлығы дерлік осы Тәңірі күресті меңгерген. Содан мына Амангелді Имановты да тұтқындайтын кезде Орынбордан Міржақып Дулатовты жібереді ғой Торғайға. Сонда енді Амангелді деген 2-3 адамның бойында 2-3 адамның қайраты бар, өзі жауынгер, әмбе, батыр адам. Оны тұтқындап үшін сондай деңгейлес адам болу керек, немесе оны күш одан асып түсу керек. Соны мына Міржақып Дулатов жаңағы жекпе-жекте тұтқындап байлап алады ғой. Сіз енді осыдан қарай беріңіз. Біздің алаштықтардың барлығы дерлік Тәңірі күресті меңгерген. Сол Міржақып Амангелді мен Әбдіғапарды ұстап Орынборға апарған. Кейіннен олардан қолқат алған. Енді мында келгеннен кейін, Торғайға келгеннен кейін, жаңағы енді атамыз батыр адам болғанмен енді сауатсыз кісі болған ғой. Мына Әліби Жангелдиннің арандатуына, іріткі салуына, соған арбалып, соны құрығына ілініп, қайтадан қазақты пулеметпен зеңбірекке бастап шыққанда, екінші рет Әлихан Бөкейхан тағы бұйрық беріп, Міржақып Дулатовты жібереді. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына Мұхтизар Титақов та жаңағы осындай Тәңірі күресті меңгерген. Бұл жаңағы 7-8 колонияда болғанда, бұл содан сынбай, жаңағы былайша айтқанда рухы сынбай шыққан ғой. Рухы сынбай шыққан. Бұл күресті мына рухани майданда да, саяси майданда да күресті өлгенше жалғастырып өткен. Енді өлгені оның сондай құпия. Біз қазір оны іздеп жатырмыз. Мына Аягөздің, сосын кейін ана Москваға, облыстық ұлттық мұрағаттардың бәріне запрос жібергенбіз. Мына Отыншы Әлжановтың фотосуретін біз әлі күнге дейін таппай жүрміз ғой мысалы. Ұржарды ескерткішін қойғанда екінші ұлының суретіне қарап, соған қарап қоя салдық. Ал енді Отыншының суреті жоқ. Ал Мұхтизардікі бар.
бірақ Мұхтизардың мына өмірбаяндық деректері бәрі өзгертілген. Кейіннен біз мына Қазақстанда тапқанымызбен Москвада тапқан мына деректер бір-біріне сәйкес келмейді. Яғни мына біздің жақтағы деректердің бәрін қолмен қайта көшірген. Сол сықылды жаңағы Отыншы атамыздың да өмір деректері бар, бірақ фотосуреті жоқ. Енді ол 18-20 жылы өмір сүрген кісі, сол заманда қайтыс болған, фотосуреті жоқ болуы мүмкін емес қой. Ол Отыншы Әлжанов жаңағы Алаш полкын Жетісу фронтында басқарған дала командирлерінің бірі. Жаңағы біздің Алаштың 10 полкі Анненковтың әскери құрамында мына Черкасская оборона деген бар, соны талқандаған Первый кавалерийский Алашский конный полк деген. Осы бірінші Алаш атты әскери полкі жаңағы біз айтып отырған Семейдің іргесіндегі Сор деген жерде жасақталып, дайындалып шыққан. Оларды дайындаған мына орыстың сол кездегі уақытша үкіметі Колчак дейді, Сібір директориясы дейді, соның офицерлері. 35 офицер 500 адамды дайындаған құпия түрде. Сол атты әскер 1918 жылы 18 маусымда жаңағы біз айтып отырған Никольский шіркеуі қазіргі мына орталық саябаққа кәдімгідей салтанатты түрде кірген қалаға. Оны салтанатты түрде Семейдің халқы қарсы алған. Оған жаңағы сол замандағы уақытша үкіметтер бірнеше уақытша үкімет болды, 7-8. Соның барлығынан өкілдер келген. Олардың сөйлеген сөздері жаңағы мына Мұхтизар Титақовтың Мұрат үшін майдан деген пьесасында тасқа таңба басқандай жазылған. Енді ол бұл кісі орысшада сауатты болған ғой. Соның барлығын қат-қат түсіріп кеткен. Ал енді мына Мұрат Айдарбекұлы, сонда мына осы Мұхтизар Титақұлының осы пьесасы сахналанды ма? Бұны сахналану, оның Мұхтизардың өмірі қандай ауыр болса, тайғақ кешулі болса, бұл пьесаның тағдыры да оңай соқпай тұр. Біз сол 2012-де бұны тапқаннан кейін бұл пьеса мені Алаш пьесасы деп атап жүрміз ғой. Қазір енді ол расында да солай. Өйткені жалғыз пьеса Алаш туралы әзірше табылған. Тұңғыш пьеса. Осыны мысалы мына неге апарғанбыз біз? Астанадағы Дихан Қамзабекұлы деген алаштанушы ағамызға. Содан бұлар енді бұрыннан біліп жүретін ғой. Алаштың өмірінен жазылған бір драматургиялық шығарма болмауы мүмкін емес деп. Өйткені алаштықтар өздеріңіз білесіздер, біздің қазіргі оқып жүрген мектеп оқулықтарын барлығын түп негізін солар жазып қалап кеткен. Бұлар барлық салаға қалам тартқан, драматургия саласында қалам тартпау мүмкін емес деп жүруші еді дейді. Мынау жақсы табылды деп, содан біз бұны Астанаға апарғанбыз. 2012 жылы. 2013-те мен Астанаға қызметке ауысып, мына Ақ жол демократиялық партиясының идеология департамент директоры болдым. Сол кезде 16 облыста біздің филиалдар болды. Бұлардың барлығына жаңағы онлайн конференциямен осы пьеса туралы бір жылға таяу ақпараттар жіберіліп, деректер жіберіліп, түсініктеме жұмыстарын жүргізіп, сондай үлкен дайын жұмыс жасадық. Содан кейін бұл пьеса ол кезде... Кешіріңіз, міне бізде 2-3 минуттан уақыт қалды. Қазір сіз сөйлеп жатқан кезде үзіліп кететін болса, қайтадан сол ссылка бойынша қайтадан қосылсақ. Өйткені сіздің айтарыңыз көп, аяғына дейін тыңдасақ сізді. Иә. Сол пьесаның тағдыры өзі оның авторының тағдыры сияқты өте ауыр болды. Менің жанымды ауыртатын да осы мәселе. Содан бір жылға дайындық жұмыстарын жасадық. Ол кезде пьесаның өзі 4 суретті, 6 пердесі ғана табылған. Кейіннен Москвада мен қалған перделерін таптым. Одан 12 сурет, 20 пердесі табылды. Қазір енді тағы іздеп жатырмыз, мүмкін тағы бар ма? Өйткені бұның басы бар, ортасы жоқ, ортасы бар, аяғы жоқ. Сондай үзік-үзік тұстар өте көп те. Өйткені бұл пьесаны мен жалғыз өзім тапқанымен оны жалғыз өзім талқылап жүрген жоқпын. Алаштанушылардың барлығына бұл таратылып берілген. Барлығы бұл пьеса туралы біледі, оның өзектілік екенін біледі. Пьесаның ішінен жаңағы көп, қазір біз магистранттарға магистрлық жұмыс беріп жатырмыз. Осы толық болмаған себепті бірнеше өте рахмет деген. Енді бұл идеологиялық және
саяси тақырып, оның ішіне Алаш деген әлі күнге дейін өкінішті ғой енді. Жабық тақырып қой ол, әлі күнге дейін өкінішті жағдай. Жабық тақырып Алаш деген. Бірде-бір Алаштың пьесасы әлі сахналанған жоқ. Ана Әскерхан Ақтай деген бауырымыздың Ахмет туралы пьесасы сахналанды, бірақ ол кісінің көбінесе қайраткерлік жағынан гөрі мынау рухани жағына көбірек кетіліп кеткенде, бізге Алаш ол саяси партия. Сөйтіп, жаңағы 3 адамның ішінен Өтен Ахмет деген ағамыз сол келісімін беріп, осыны жазуға дегенде жазылған, соны толықтыру керек қой енді. Содан ол кісіге күллі алаштанушы ғалымдар, осы Қазақстанда 28 алаштанушы ғалым бар, соның барлығы материалдар беріп, жаңағы әртүрлі қырынан ашу керек енді. Жаңғырту керек болды ол пьесаны. Жазылған пьесаны жаңғырту керек, ол пьесаны сөйлету керек драматургия тілінде. Өйткені үзілген, жұлмаланған ғой. Сондықтан Өтен Ахметті және мен сол кезде Ақжолға шақырып, жаңағы Ақжол партиясымен келісім шартқа отырғызып, сол кісі бұны 1 жыл көлемінде зерттеп, кәдімгідей жазып шықты. Бұл кісі анау Кеңес одағы кезінде Кенесары Наурызбай деген пьесаны батылы барып жазған бірден-бір драматург бұл кісі. Содан бұл кісі Мұрат үшін майданның 2-ші тынысын ашты. Соны жазып, 1 жылда бізге бітіріп әкеп берді. Одан кейін ол туралы мына 16 облыста үлкен онлайн конференциясын жүргізген. Осыны өздеріңіз де көбіңіз көрдіңіздер. Семейдің қаласына келгенде, телевидениеде осы туралы айтқам. Семей таңына, Ертіс өңірі газеттеріне шықты бұл. Егемен Қазақстанға бірнеше мәрте шықты бөлім-бөлімімен. Сол Мұхтизар кім деген мақала шығардым оған. Казахстанская правда деген оған да шығардым, орыс тілді қазақтар оқысын деп. Содан бұл Өтен Ахмет 2-ші тынысын ашып, жаңғыртып, жаңаша үрдіспен жазып алып келді. Одан бұны біз үлкен конференция жасадық, кәдімгідей ғылыми практикалық конференция өткіздік. Мұрат үшін майдан деп ат қойып. Сол кезде мына облыстың театрларының барлығына дерлік бұл таратылды. Енді осы жерде бір қосымша айта кетейін. Мынау кезінде осы пьесаны Қаймұхаметханов айтты дедім ғой алғаш. Одан кейін сол кезде Қаймұхаметханов маған бір сөз айтқан. Бұл пьесаны дейді, Мұрат үшін майдан дейді. Ол ішінде борьба за идею деп аталған ол кезде. Оның орысша нұсқасы да бар. Борьба за идею. Мұрат үшін майдан енді. Мұрат дегеннің өзі де керемет қой енді. Майдан дегенді өзі жек асаң да керемет. Сонда дейді, мына Тұрлыхан Қасенұлы, кәдімгі мына Дәулет Тұрлыхановтың әкесі. Ол кезде ол кісі бізде мұғалім болып қызмет атқарған Семейде, жұмысшы жастар мектебінде Қаймұхаметхан ұлының өзіне сабақ берген. Сол Тұрлыхан Қасенұлы, сосын кейін мына жерде кім деген Шахан Мусин деген ағамыз болған. Үлкен актер. Шахан Мусиннің тағдыры да жаңағы Мұхтизар Титақовпен ұқсайды. Өмірінің 20 жылға жуығын жаңағы темір тордың ар жағында өткізген. Сонда да рухы мұқалмай, жаңағы жігері жасымай келіп, руханиятқа қызмет еткен. Өздеріңіз білесіздер, мына үлкен образдар жасап кетті. Тарихта қаншама киноға түсті. Мысалы соңғысы мына Құлагер деген кино, Ақан сері ойнайтын. Сонда Шахан Мусин мына дала серлерінен образын берді, көрсетеді. Онда өзі бір үлкен оркестр жасақтап беретіні бар ғой Құлагер деген кинода. Сол оркестрдің алдында соның дирижер іспетті болып, әнді бастап, аяқтап, әннің шежіре тарихын айтып отыру бізде ежелде дәстүрде болған ғой. Біз шыға сап әнді айтпаған. Міндетті түрде әнді тыңдаушыны бірінші дайындаған әнді тыңдауға. Оның шежіресін айтқан, шығу тарихын айтқан. Сонда Құлагерде осы Шахан Мусиннің үлкен образы қалды міне есімізде біздің. Сонда сол Шахан Мусин сол кезде осы Мұрат үшін майдан пьесасындағы Әлихан Бөкейханның рөлін ойнауға бекітілгенде, көрдіңіз ба? Бірақ ол сол кезде де қойдыртпаған ол кезде. Өйткені ол кезде Алаш идеясы Алаш қаласында қайтадан жаңғырып кетуі мүмкін. Үрей ғой, бұл кеңестік жүйені құрған адамдардың бойынан үрей, қорқыныш кетпеген ғой. Олар үрейден қорқады екен. Әсіресе мына Семей. Мына Әлихан Бөкейханұлы
баяғыда Орынбор қаласында жаңа екінші съезде өтіп жатқан 5-13 желтоқсан аралығында 4 қала жаңағы дауысқа түскен ғой енді. Мысалы Қостанай, Троицк, Орынбор, Семей. Сонда 82-83 депутат жиналған. Қазақтың сол кездегі мықтыларының барлығы келген. Оқыған, көз ашық деген. Сосын сол заманның меценаттарының көбі қатысқан соған. Барлығының тізімін қазір біз жинақтап болып қалдық. Енді әлі де жинақтау үстіндеміз. Өйткені мына тақырыпты өзі айтып тұрғандай, беймәлім алаш бізде өте көп. Оларға еңбек сіңірген адамдар көп. Сол кезде Әлихан Бөкейхан айтқан. Мына неге Семей таңдалды дейді ғой, оған сұрақ қойылады. Сондай сұрақ қойылған. Сонда Семей дейді, бұл Шыңғысхан ордасын тіккен жер дейді. Бұл Қара ертістің ортағысы, қазіргі мына Арқат тауының ішінде, Шыңғыстауда. Орда деген үлкен ауыл бар. Сол жерде Шыңғысханның жаңағы ставкасы болған. Сонда бұл жерде Абайдың айналасы іргетасы осында қаланған. Жаңағы Алашорда үкіметі. Сол сықылды мына пьесаның да тағдыры өте қиын, күрделі жағдайда жүріп келеді. Біз сол заманда мысалы Шахан Мусиндар, Тұрлыхан Қасенұлдар қойдыра алмаған болса, мысалы 28 жылдары, бұл мен айтып отырған уақыт. Енді қазір біз 2014 жылдан бері осы пьесаны сахналыға шығарта алмай келеміз. Яғни Алаш енді биыл мына президентіміз айтып жатыр ғой, Алашқа ескерткіш орнату жөнінде, мысалы Алаш мәселесін көтеру жөнінде. Енді бұйыртса осы биылдан бастап қайтадан қолға аламыз осы пьесаны. Енді оны міндетті түрде сахналатуымыз керек. Өйткені президент өзі қолдап отыр. Енді оны сахналатқанда менің өзімнің жеке ойым, енді Алаш орда үкіметі, мемлекеті Семейде болса, жаңағы пьесадағы айтылған уақиғалар бәрі Семейде өтсе, оны Семей театрына әкеп осы жерде қойдырсақ па деген өзімнің ойым бар. Бірақ жалғыз онымен шектелмейміз. Енді президент айтқаннан кейін барлық жұмыс іске асады ғой енді. Қазір бізге мүмкіндік беріп отыр деген сөз алаштанушыларға. Енді өткен ескерткіштер ашып жатырмыз, бірнеше жерден ескерткіш ашып келдік. Бұрын өздеріңіз білесіздер, жалғыз ғана Әлихан Бөкейханның ескерткіші болған. Мысалы, Шәкәрім университетінің ана сол жағалауда қасбетінде тұрған. Одан 17 жылы мына Әлихан мен өзінің ескерткіші ашылды. Бұл сол кездегі бірақ ескерткіш болатын ана Шәкәрімнің алдындағы ескерткіш. Одан кейін біз ана Ақтоғай деген жерде мына Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханға үшеуіне ескерткіш аштық. Бірақ ол үшеуіне. Ал мына Әлиханға ашылған жалғыз ескерткіш бұрын Семей университетінің алдында болған. Енді 100 жылдығына мына тамаша ескерткіш ашылды. Соқтан енді Мұрат Шынмайданның жаңағы Өтен аға жазған нұсқасы бар. Енді Мұхтизардың өз қолымен жазған нұсқалары енді қазір табылғанша табылды. Енді тағы бар деп ойлаймын. Өйткені ана пьесаның мазмұнына, жазылу стилистикасына қарап отырсаңыздар, бұл әлі толық емес сияқты. Бірталай өзі 75-тей болады. 75 деген пьесаңыз 2,5-3 сағаттық қойылатын пьеса ғой. Оған енді біздің мына халықтың қуығы шыдай ма 2,5-3 сағат пьеса көруге? Олар 1 сағатқа әрең шыдайды мысалы. Өзіміз енді мен мәдениетте істедім ғой осында, білемін оның бәрін. Соқтан 75. Әзірше 75. Енді қазір қайтадан қолға алып жатырмыз. Мына жаңа мен өзі көрсетіп отырған мына Жылан жорығы деген кітап міне. Жылан жорығында. Мына Жылан жорығы деген сол кездегі жасырын нұсқаулар жиналған осындай не болған? Арнайы бір тапсырма болған. Оның қазір біз несін таба алмай жатырмыз. Негізгі түп негізін таба алмай жатырмыз, бірақ әр жерде архивтардан шығып қалып жатыр. Жылан жорығы деген. Сондай атау болған. Жылан жорығы кімдерге қарсы қолданылған? Бұл сол елдің, ұлттың беткі ұстарларына қарсы. Яғни оқыған, тоқығандарына қарсы. Мына бай бағландарына қарсы. Көз ашық адамдарына қарсы жаңағы қолданған мына кеңес үкіметінің аяр саясатының бір көрінісі. Енді бұйырса, Мұрат Шынмайданды биыл қайтадан реттетіп, қазір драматургтарға қайтадан таратып жатырмыз. Бұйырса, енді биыл жылдың басынан бастап қолға аламыз. Қандай аянышты, қандай жаңағы трагедиямен аяқталса да,
бұл пьесада міне айтып отырмын ғой, анау 1928 жылдан бері бұл қойылмай келе жатыр. Одан кейін жоғалып кеткен. Одан қайтадан 2012-де таптық. 2014-тен бастап біз бұны сахнаға шығара алмай келеміз. Яғни бір саяси күштер бар да бұған қарсы. Әрине. Нелермен кездесеміз, театр директорларына береміз. Мысалы, мына Семейдің театрына да бұл берілген, ана Бауыржан Қалқып деген досымызға. Олар да оны 40 сылтау айтып әлі қойдырмай жатыр. Мен оған өкпем қара қазандай, мысалы. Одан кейін қалған театрлардың бәрін атын атамай ақ қояйын. Мен өз Семейдікі болғаннан кейін, Бауыржан досым болғаннан кейін батырып айтып жатқан ғой. Сондықтан бұны қайтадан біз қолға аламыз деймін, міндетті түрде. Бірақ бұның бір плюсы болды. Сол 2015 жылы Ақжолда, жаңа партияда жүргенде, мен мына Маңғыстауда менің үлкен досым бар, әлі де бар сонда. Жаңбырбай Матаев деген Маңғыстау облыстық Ақжол филиалының директоры. Өзі құрмет орденін алды, ерен еңбек үшін алды. Ол не үшін алды, білесіздер ме? Ол мына Алашты насихаттады. Осы мына пьесаны, осы Мұрат үшін майдан пьесасын, сол Ақжол партиясының жанынан Маңғыстауда жастар қанатын құрып тұрып, сонда Мұрат үшін майданды сахналады. Енді олар студенттер, кәсіби актерлар емес, бірақ сол кісі сахналады соны. Сонда Маңғыстауда сахналанғанда сахналанды. Семей енді бұл Алаштың отаны. Енді бұған өздеріңізді атсалысыңыздар. Онана Бауыржанда бар ол пьеса. Менің әгі Алаштың құнын қалай қайтарамыз деген кітап бар сіздердің қолдарыңызда. Соның ішінде пьесаның толық емес нұсқасы мен Өтен Ахмет жазған толық нұсқасы бар. Осыны жаңағы одан кейін екінші бір тағы айта кететін жақсы жағдай, Семейде мына Шәкәрім университетінің студенттері осыдан 3 жылдай бұрын мына біздің Құсмил ағамыздың өзі алашшыл ағаларың бар ғой, Құсмил Нұрқасым деген. Менің мәдениетте жүргенде менің тікелей бастығым болған акиматта. Сол кісі әйтеуір мына студент жастарды басшысы бізде Айман деген біздің менің курстасым бар, Аханова деген, филология ғылымының доктор, профессор. Сол Айман бір күні маған звондайды. Айдеке, осындай пьеса бар екен, Алаштың өміріне қатысты деп, сол Құсекеңнен естідім деп хабарласқаннан кейін мен барлық пьесаның нелерін жібергем. Жаңағы толық емес нұсқасында, сосын Өтен аға жазған нұсқасында. Әйтеуір қуанышқа орай сол Айман енді өзінің 5 жыл бірге оқыдық. Стройотрядта бәленбай жыл бірге болдық. Общагада бірнеше жыл бірге тұрдық. Өзі осы жерде өскен, мына қазақ қыздарының ішінде өзі бір жігітке бергісіз қыздар болады ғой өзі. Сондай қыздың бірі осы Айман. Сол Айман осыны өзінің студенттеріне сахналапты. Көрдіңіз ба? Бұл енді жаңағы кәсіби деңгейде емес қой енді. Маңғыстаудағы жаңағы Ақжол жастар қанаты, мысалы енді Шәкәрім университеті жаңағы Айманның басшылығындағы. Сол осы екі неде ғана сахналанды, бірақ ол енді сахналанды деп айтуға тым келіңкіремейді, өйткені ол сол тар аудитория. Иә, бұл өзі тар сол университет деңгейінде, мысалы анау партия деңгейінде қалып қойды. Жақсы, Айдын Рысбекұлы, енді жаңа айтып отырсыз, иә, жаңағы Мәскеудің интернетте бар. Иә. Ленин атындағы кітапхананың сирек кітаптар қорында жаңағы біздің Мұхтизар ағамыздың еңбектері бар деп. Сол еңбектерді өзіміздің ұлтымызға, біздің елімізге тиесілі дүниелер, соны қайтарып алуға болмай ма? Жан жақтағы, жалпы тек қана Ресейдегі емес, жан жақтағы біздің ұлтымызға, елімізге қатысты осы Алашқа байланысты мәліметтерді қайтарып алуға болмай ма? Ол қайтарып алуға болады. Мына Ресейде, мына жаңа мен айтып отырған совершенно секретно деп отырмын ғой. 2012 жылы әйтеуір мына аруақ қолдап, Құдай оңдап дейді ғой. 2012 жылы менімен пединститут оқыған бір Әшімов деген жігіт келе қалды осында. КМБ-ға. Жаңағы міндетін атқарушы болып уақытша. Ол сол кезде соның көмегі тиіп, осы совершенно секретно дегеннен бұны алып шықтық қой. Көрдіңіз бе?
бір адамға байланысты бір адам болашағы дер. Бұл бітер істің басына жақсы келер қасына дегендей. Сол жігіт енді қазір мен енді мына пьесаны сахналайтын болсам, ол жігітті өзі алып келем, несі бәрі бар, еңбек бірден бір қол ұшын берген жігіт. Өйткені совершенно секретныға біздің Қазақстанда әлі күнге дейін рұқсат берілген жоқ президент тарапынан да. Ал Ресейде рұқсат берді Путин. Сондықтан Ресей жақта бізге ешқандай кедергі жоқ. Жаңағы айтып отырған, жоғарыда айтқан құжаттардың барлығын сол жақтан тауып алып жатырмыз біз. Мысалы міне ана Сұлтанхан ағаларың Алаштың 15 томдығын шығарды ғой. Соның барлығын жаңағы Москвадан алдыртты. Ал біздің мына Қазақстан архивінен табылған бірде-бір құжат жоқ оның ішінде. Өйткені бізде рұқсат берілген жоқ оған. Мен ол сәті түсіп алдым оны қолыма. Сосын Мұхамеджан Мұхамедиұлы ағаларымыз біздің осында. Сол кісіге аударттық. Ол өзі қадымша жазылған варианты болды, мына біздің неде табылған. Семейдің НКВД-сынан табылған, қадымша жазылған. Ал енді Москвадан табылған ол жадитше жазылған, көрдіңіз бе? Қазір бізде енді қадымша білетін сол Мұхамедиұлы мен біздің мына жерде Амантай Ишин ағамыз ғана қалды. Қазақстан бойынша 2 адам қадымша білетіндер. Жадитша білетіндер көп, но қадымша білетіндер жоқ. Соқтан Ресей жақта кедергі жоқ ол алуға. Біз қазір алып жатырмыз. Сұлтанхан 15 томы да содан шықты. Дихан ағаның Садуақас туралы Смағұлов жазғаны, мысалы Ғылмани туралы барлығы Ресейдің архивтарынан еш кедергісіз алынып жатыр. Бірақ бізде рұқсат жоқ әлі. Міне қазір КНБ-дағы құжаттарды енді мен Алашпен зерттеп жүргеннен кейін міне іздеп барсаңыз, қазір оның архивтары НВД-ға өтіп кеткен. НВД-дан алу әлегі ол бір басқа. Соқтан 20-шы жылға дейін құжаттар бізде бар да, 20-шы жылға дейінгілер жоқ та, 20-шы жылдан кейінгілер бар. Мына біздің орталық құжаттандыру мұрағат орталығы бар ғой мына Қазақстанның барлық қалаларында. Соның ішінде мына Семейде таза 20-шы жылдан кейін құжаттарын бәрін алып кеткен. Алматыға, Москваға алып кеткен, белгісіз о жақ. Ондай бізде кедергі бар, бізде ашылған жоқ совершенно секретно. Мүмкін енді көп адам білмейтін құжаттардың бәрі осы жерден шығып қалатын шығар енді. Ал енді әзірше табылғаны осы. Енді президенттің жолдауынан кейін енді бәрі жол ашылып, сіздердің ары қарай зерттеу жұмыстарыңызға септігін тигізеді. Ары қарай қаншама мәліметтер, материалдар ашылады. Алаш ордашы осы уақытқа дейін беймәлім болып келген Алашқа қатысты барлық құжаттарды танысамыз деп сіздердің арқаларыңызды үміттенеміз енді. Рахмет. Құрметті әріптестер, мен бір сөз қосайын деп едім. Қазір республиканский үлкен комиссия жұмыс істеп жатыр. Және сол комиссияның аймақтық бөлімі жұмыс істеп жатыр. Ол комиссия қалай? Саяси қуғын сүргінге ұшырағандардың бәрін ақтау жөнінде үлкен комиссия республикалық. Жаңағы Қасымов деген ағамыз соны басқарады. Сол комиссияның тапсырысы бойынша, жұмысы бойынша барлық архивтерде мына әсіресе Алашқа байланысты материалдардың барлығына доступ берілді. Сонда мен сол бір аймақтық Қарағанды облысы бойынша сонда жұмыс жасаймын. Яғни біз қазір осы саяси қуғын сүргінге ұшыраған Алаш зиялыларын ашып жатырмыз. Соның ішінде Семей облысына байланысты да көптеген материалдар Қарағандыда бар, ал Қарағандының материалдары сол Семейде кездеседі деп ойлаймын. Сондықтан жаңағына Айдын бауырымыздың спектаклін Қарағандыға жіберіңізші. Қарағандының театрына соны қойдыруға мына жерден бір үлкен біз қамқорлық жасаймыз, оған сізге уәде бере аламын. Сол спектакльді біздің Қарағандыға жіберсеңіз. Өтен Ахметов біздің Қарағандының азаматы. Ал жаңағы Мұқтазияр бабамыз да сол Қарағандының тумасы ғой. Мен ойлаймын, енді осы жерде бір намысқа тырысып, сол спектакльді осы жерде бірінші бастамашы болса. Қазір бізде үлкен фестиваль өтіп жатыр мына Қазақстан бойынша. Соның ішінде сол тәуелсіздіктің қарсаңында осы спектакльді қоюға мүмкіншілік бар шығар. Өйткені Алаш туралы Қарағанды облысына жіберсеңіз, жаңа айтып отырған кітабыңызды да біздің Қарағанды университетінде тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол сіздің кітабыңызды алсақ, біз оны таратар едік. Екіншіден жаңағы пьесаның осы қазақ Қарағандыда қойылуына мұрындық болар едік деп ойлаймын. Оның ішінде ешқандай саясат іздеудің қажеті жоқ. Қазір ол саясатты біз ашып тастадық. Өйткені олардың көтеріп отырған мәселесі тек тәуелсіздік.
енді патша үкіметіне қарсы емес, совет үкіметіне қарсы көтерілген Алаштың әскері туралы, Алаштың идеологиясынан қорқатын ештеңе жоқ. Басқа облыстардың театрлары неге қорқып тұрғанын мен таң қалып тұрмын. Өйткені ол қазір біз ешқандай саясат емес, президенттің өзі айтқан, соның тапсырмасы бойынша республикалық комиссия жұмыс істеп жатыр ғой. Солай көрейік, бізге беріп көріңізші, Айдын мырза. Жақсы, сіз өзіңізді таныстырып өтіңізші. Мен Бейсенбекова Нұрсахан Ахметқызы, Қарағанды Евгений Букетов атындағы университеттің тарих факультетінің профессорымын, жаңа тұлғатану ғылыми зерттеу орталығының директорымын. Осы алаштану мәселесімен айналысамын. Осының ішінде жаңа сіз айтып отырған адамның есімі бірнеше шығармаларда кездесті. Мен таңғалатын, бұл қай жақта, қайдан шыққан екен деп. Мына Мұстақым Малдыбаев туралы кітап жазған кезде бір кездесті, осы кісінің есімі кездеседі. Онан кейін Әлихан туралы зерттеулер жүргіздік. Нығмет Нұрмақов туралы үлкен кітап шығардық, кино шығардық. Әлихан ұлт мақтанышы деген кітап шығардық. Онан кейін Мұстақым Малдыбаев туралы кітап шығардық. То есть біздің орталығымыздың құрылғанына 6 жыл осындай тұлғатанумен айналысамыз. Оның үстінде Сарыарқаның белгілі беймәлім тұлғалары деген үлкен жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Сол беймәлім тұлғаның бірі болып тұр ғой мына ағамыз. Жақсы, рахмет. Соның кітапты бізге жеткізсеңіз, сіздерге менің сұрайтын көмегім. Ана, сәлеметсіз апай, аты жөніңізді, телефоныңызды бәрін мына қыздарға беріп қойыңыз. Осы қыздармен танысып, көптен бері осы Семеймен байланыс жасап жүрміз. Мен Семейге қазақтану жобасы бойынша барып қайтқан осыдан 2 жыл бұрын. Сонда Семейдің музейіменен жаңа достық үйіндегі қыздармен танысып едім. Өзімнің менің туған жерім Аягөз. Мен Аягөздің Матайы болам. Матай екенсің. Бұлар енді мына кітапхана мен кезінде мәдениет басқармасында істеген, мына Семей әкімдігінде. Сол кезде бұлар Алаш арыстар деген үлкен жоба дайындаған, осы мына кітапхана. Соның енді барлық Алаш ғалымдарының тізімдерін осыларға әкеп берген мен. Бұларда бар, барлығымен байланыс бар. Соқтан біз енді, апай, өте қуанышты, сізбен енді ана Мұхтизар, тем более Өтен ағаны таниды екенсіз. Танимыз, біздің жақсы ағамыз. Сол Өтен аға жаңағы айтып отырған екінші вариантын жазған сол кісі. Сол сіздің телефоныңызды бәрін алайық, сізбен хабарласып, пьесаны кітапты да жеткізіп берейік. Жарай ма, апай? Біздің Қарағандыда Алаш аллеясы дегенді осыдан 5 жыл бұрын көтеріп едім. Кеше ғана ақпарат келді. Астанадан білмедім қай жігіт звондаған. Үлкен соның жаңағы несін жасайық деп. Қарағандыда Алаш аллеясы деген ашылайын деп жатыр. Сонда мына Мұқтизар ағамыздың да сол бейнесі соның ішінде тұрған дұрыс болатын шығар. Соған сіздердің де бір жобаларыңыз керек. Алаш аллеясында нені қояйық? Оның символикасы неден басталу керек? Қазақ үйден басталу керек па? Болмаса лаулап тұрған оттан басталу керек па? Мәңгілік елден басталу керек па? Сондай бір бізге не керек? Дизайнерге сіздердің де ақылдарыңыз керек. Алаш аллеясында неден бастап алу керек аллея? Енді үлкен парк сияқты болайын деп тұр ғой. Сонда кіре берісінде бүкіл Алаштың идеясын көрсететін бір символикалық не керек? Символ керек. Соған сіздердің де пікірлеріңіз, конференция қатысып отырған қыздар, ұлдар, сіздердің де бір көмектеріңіз керек. Енді мына Zoom арқылы бір-бірімізге жазып тұруға болады ғой. Мен ылғи осы Zoom-ға қатыстырып жүретін бір қызымыз бар. Мен соған даныйларымды берейін. Сіздердің де ақылдарыңыз керек. Әсіресе мен Ақжол партиясының идеясын жақтаушы адам ретінде Ақжолдың талай медальдарын алған адаммын Алашқа байланысты. Жақында ғана Ақтоғайда өткен үлкен асқа мен бара алмадым пандемияның кезінде. Біз Ақжол партиясымен тығыз байланыста жүреміз. Өйткені ештемеден қорықпай Алашты насихаттап жүрген бұл енді Ақжол партиясының жетекшісі ғой. Оны айту керек жаңағы Перуашев мырзаға мында бір рахмет. Биылғы Ақжол партиясының үлкен конкурс жарияланды ғой. Жастар 18 мен 35-тің жасына арасындағылар қатысады. Сіздер де қатысып жатқан шығарсыздар. Міне мына Мұқтизар туралы шіркін қолымызда материал болса, соған қатыстырар едік. Айдын мырза, сіз бір жақсы студентті дайындауыңызға болады ғой жастарды. Сол үлкен жана жастарға мотивация бар. Бірінші орны 400 мың, ең соңғысы 200 мың, сондай үлкен мотивация беретін жоба жасалып жатыр. Ақжол партиясының өткізіп отырған жобасы. Менің студенттерім, магистранттарым қатысып бірнеше жеңіп алған. Биыл да соған қатыстайық семейліктер. 18 бен 35-тің жасының арасындағыларды осы Ақжолдың требованиясы бар. Мен керек болса сіздерге жіберейін, сол бойынша қатысайық. Мына жастарды қосайық. Апай, ол кезінде мен Ақжолда идеология департаментін басқардым ғой, 2,5 жылдай. Сол кезінде, мен кезімде басталған бұл жоба Алаштың Ақжолы деген. Сол әлі күнге дейін жалғасып келеді.
Мен кеткеннен кейін менің орныма Амантай деген Шәріп деген бауырымыз барды идеологияға. Ол да алаштанушы, мына Қожановты зерттеп жүрген. Одан қазір енді Сұлтанханды білесіз, өзіміздің алаш мәдени Сұлтанхан ағамызбен тығыз байланыстамыз. Оның кітабының бәрін Қарағандыда таратқан менмін. Әрбір мектепке бергіздім. Көрінген жерде сан болып жатыр екен. Мына 18 бен 35 жасты кезінде соны қоюға біз, мен өзім 18 жас дегенге көп қарсы болғам. Жас шектеу қоймау керек еді негізінде. Иә, қоймау керек. Мектептің балалар қатыса отыр соған байланысты. Сол мен кезінде сіз дәл айтып отырсыз. Мен 2012 жылы осы нәрсемен Перуашевпен тілге келіп қалғам. Бұл жас шектеу қойылмау керек. Бұл мына неден шыға алмайды онда ешкім бәрі. Өзінің несінен. Жас балалар мектептің балаларынан бастау керек қой бұны бірінші. Қазір Қарағандының мектептің балалары қатысқысы келеді, бірақ олар 16-ға толмаған әлі, көрдіңіз бе? Хотя бы 10-шы кластың балалары қатысылатын болса, үлкен бізге ең бірінші жастардың арасында тәрбие үшін керек қой бұл. Біз мысалы 35-тегілерден тәрбиелегеннен гөрі бізге ең бірінші, мынау 91-ші жылы туған балалар тәрбиелеу керек. Тәуелсіздіктің не екенін солар білу керек. Сол жолда азап чеккен алашты білу үшін мектептен бастау керек. Маған да сол ұнамады, 18 деген шектеу. Мен қазір мектеппен тығыз байланыста жүріп, балалар айтады, апай қатысайық десек, жаңағыдай жас сенсі тұр, болмайды дейді. Оны биыл енді ана Сұлтанханға, Перуашевқа осының бәрін айтып, мен кезінде ол идеямды қолдамап едіңдер, енді қолдау керек, өйткені сұраныс көп мектепте. Тәрбие дұрыс қой, мектептен бастау керек, ол дұрыс айтасыз. Мен де кезінде осылай айтқам. Неге есейген адамдарға көру керек оны? Балалар көру керек емес па, оқушылар деп. Оны бірақ ол кезде орыс тілділер көп болды да, ана Перуашев маңайында бұл идеяны қолдамады. Содан 18 болып қалды. Бірақ әйтеуір бір қуанатыным, алаштың ақ жолы деген міне сол бастап кеткен жұмысымыз әлі жүріп келеді міне. Қазір міне Өтен Ахметті де соның партиясына кіргізіп қойдық. Өте тамаша жоба. Өте тамаша жоба. Өтен ағамыз да сол жерде жалғыз партия ғой бұл. Алашты насихаттап жүрген жалғыз партия. Рахмет, жақсы. Айдын Рысбекұлы, енді біздің зумдағы уақытымыз шектеулі, сондықтан ашылмаған тарих беттерінен көптеген тағылымды мағлұматтар айтып жатырсыз. Сіздер де азаматтарымыз тұрғанда әлі көптеген ашылмаған алашордашылар туралы білетініміз енді хақ. Сондықтан осы еңбегіңізге жеміс тілейміз. Көп рахмет сіздерге. Сіздердей азаматтарымыздың барына мақтан етеміз. Бір нәрсе сұрайын деп ұмытпадым, уақыты өтіп бара тұр ғой. Айдын мырза, мынау Мұхтизардың әке бабасы қалай Семейде болған екен? Қарқаралының тумасы қалай Семейге барып қалған? Конфискацияның кезінде кетіп қалған жоқ па? Соның бәрі мен кітабын берем сізге түгел. Оны түгел қалай барды, неге барды, қай жылдары барды, бәрінде жылан жорығында жазылған мен. Қолыңызға табыстап береміз бұйыртса. Өйткені анау республиканский комиссияда неше түрлі бағыт бар. Конфискация туралы бір бағытпен жұмыс істеп жатыр. Шаруалар қозғалысы, мынау Семейдегі Шұбартаудың көтерілісі, соны зерттеп жатырмыз. Міне соған байланысты ойлағаным ғой, конфискациямен барды ма екен сол жаққа деп. Жоқ, ол конфискация қатысы жоқ. Көп экземплярын жіберсеңіз болар еді, біз оны сізге сатып мотивация жасаймыз. Жарайды. Айдын Рысбекұлы, сізге рахмет. Көп рахмет сізге. Рахмет Байгүл шақырғаныңа. Ағаңды ұмытпай осылай шақырып қой енді. Семейден кетіп қалды деп ұмытып кетмеңдер енді. Жарайды. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы. Байланыстамыз. Сау болыңыз. Өте тамаша ақпарат бергеніңізге рахмет. Рахмет, сау болыңдар енді бәрі.